Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай керемет жұмсақ нәзік болып шығатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға шым тұзымызды, қантымызды салып, аппақ болғанша миксермен араластырып аламыз. Міне осылай аппақ болғанда үстінен жұмыртқамызды салып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді осы массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыз бен разрыхителімізді екі бөлікке бөліп, тағы да араластырып аламыз. Дәл солай енді сүтімізді де осылай екі бөлікке бөліп араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Енді осыны ыдыстарымызға салып пісіретін боламыз. Кекстер әдемі шығу үшін осындай қағаздарды пайдаландым. Сіздер қағаз қоймасаңыздар да болады. Осылай екі ас қасықты толтырмай салып шығамыз. Кекстарымыз салып шықтық. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Біздің кекстарымыз пісіп шықты. Дәмі өте керемет, жұмсақ, нәзік, аузыңызда ериді. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.